Математика ғасыры. Пифагордың кезінде-ақ әлемнің түп негізін көзге көрінбейтін есеп-қисап құрап тұр. Кім сол сандар әлеміне ақылмен бойлап, оның сырына қанықса, дүниенің жұмбағын шешеді деген түсінік тараған еді. Адамдар бәріне ортақ ақиқат іздеп шарқ ұрғанда, объективті ақиқат ретінде ортаға еріксіз математика ғылымы шығатын. Шынымен де ешкімнің субъективті пайымының ығына жығылмайтын математикалық дәлдіктер ақиқаттың анық жаршысы сияқты көрінеді. Рене Декарттан бастап мәңгілік шындықты құбылмайтын сандармен ұстап алу дәстүрге мықтап енді. Осы орайда мынадай бір мысал береміз. Ән мен әуенге мән беріңіз. Бір қарағанда бұл өкпеден тыныс шығарғанда кеңістікке тараған газ толқыны. Ән сазды болса, құлақтан кіріп бойдалады. Енді осы әдемі әуенді ұстап алып, кейінгі ұрпаққа таңбалап кетуге бола ма? Әрине болады. Әуенді нотаға түсіресіз. Яғни музыка сияқты бейфизикалық құбылыстың өзін сандар арқылы құрықтап, ешқайда қашып кете алмайтын етіп қағазға таңбалап тастауға болады. Осы сандарға қарап ойнағанда, ілкідегі ескі ән қайтадан құйқылжып шыға келеді. Кеңістік пен уақыттың өлшемін математикамен дәл қоятын болсақ, кез келген бар нәрсе ғылымның торына түсу керек. Бұл торға түспеген кез келген нәрсе жоққа есеп. Осылайша ғылыми негізі жоқ, алып қашпа әңгіме мен қисынсыз ақпараттар Декарттың сүзгісінен өте алмай қирап қалды. Математиканың надандықты қирата алатын осындай таңғажайып қуатын байқаған соң, ақылды адамдар жаппай осы пәнге балаларын оқыта бастады. Еуропада математиканы оқып үйрену, оған сауатты болу, надандықтан құтылудың кепілі саналды. Оған тағы бір нәрсе стимул болды. 15 ғасырдың аяғында Христофор Колумб кемемен мұхитқа түсіп, Америка құрлығын ашады. Көп замай Васко да Гама арман болған Үндістанды табады. Артынша Қытай құрлығы да қолға түседі. Еуропада бұрын соңды атын естігені болмаса, түсін көрмеген неше түрлі тауар қаптайды. Қант, кофе, шай, темекінің неше түрі келеді. Мұндай көлемдегі көл-көсір тауарды дер кезінде сатып, есебін алып айналымға қайта салу үшін есеп-қисапқа жүйрік мамандарға сұраныс туады. Енді амал жоқ, сауда ісін дөңгелету үшін шаруаның да балаларын оқытуға тура келді. Әсіресе Францияда математика мен рационализм осылайша ерекше қарқын алды. Жаңадан байыған бұрынғы шаруаның бала-шағасы шылқыған буржуйға айналды. Портты қалаларда кафетерий мәдениеті дамыды. Көз ашық кісілердің бәр кафеге жиналып, қоғамдық мәселенің бәрін сол жерде талқылайтын болды. Талқылаудың басты критерийі Декарттың логикасы болатын. Осыған орай ғалымдар 17 ғасырды математика ғасыры деп атады. Осылайша Франция халқы оянып жатты. Олар үшін талқыланбайтын тақырып қалған жоқ. Бұған дейін тыйым салынған немесе сұрақ қойылмайтын алаңның бәрі логикамен ақтарып төңкере беретін болды. Мысалы, оған дейін ақсүйек әулетіне ешкім қарсы келмейтін. Олар салық төлеуден толық босатылған. Жаңа байыған буржуйлар оларға қарап, сенің менен қай жерің артық? Не үшін салық төлемейсің? Сонда шығу тегіміз әртүрлі болған үшін салықты біз ғана төлеуіміз керек пе деп сұрайтын болды. Айта кетейік, француз революциясынан бұрын салық төлемейтін ақсүйектер әулеті 300 мыңнан асып кеткен. Мұндай ыңғайсыз сұрақтар көп кешікпей шіркеудегі діндарларға да жетті. Шіркеу мен буржуазия арасында текетірес басталды. Мұздай логикамен қаруланған жаңа байлар мұнымен де тоқтаған жоқ. Күшіне мінген рационалды тыйым мынадай сұрақты да тудырды. Не үшін Құдайдың назары мына тоғышар һәм топас корольге түскен? Оның назары неге бізге түспейді? Ақыл парасаты кемелденген шаруаның баласы неге таққа отырмасқа деген сыңайдағы сұрақтар Париждегі кез келген кафеде гу-гу талқыланып жатты. Версаль сарайында ойын-сауықтан қолы босамайтын король Людовик 16 Франция қоғамының қаншалықты өзгеріп, дамып кеткенін сезген де жоқ, білген де жоқ. Ол кезде қоғамдық пікірмен санаспақ тұрмақ, оны зерттеп, бақылап отыратын ғылым түрі атымен жоқ еді. Оның осы ғапылдығы өзінің басын жұтып тынды.
1789 жылы Парижде революция болды. Бұл төңкеріс бұрынғы төңкерістен өзгеше еді. Бұрындары ашынған шаруалар ауыр салыққа шыдай алмай көтеріліс жасап, қызды-қыздымен патшасын өлтіріп алатын. Бірақ артынша өкінетін. Себебі таққа талас басталып, ел үшін анархия жайлайтын. Сол кезде олар бір орталыққа бағынған патша билігін қайта аңсайтын. Корольдің тірі қалған бір тұқымын іздеп тауып, өз қолдарымен атасының тағына жайғастыратын. Сөйтіп қана хаостан құтылатын. Бұл жолы олай болмады. Буржуйлар шіркеуді мемлекеттен айырып, патшаның бүкіл құзыретін алып тастады. Оны ашу үстінде балталап өлтірген жоқ, сауатты заңгерлер жинап, сол дәуірдің деңгейіне сәйкес заңнама шарттарын қолдана отырып, адамзат тарихында тұңғыш рет шексіз билікпен өз жұртын өзі қанаған монархты заңмен соттап, жұрттың көзінше басын шапты. Осыдан бастап, Еуропа жұрты монархтан құтылып, республика құруды армандайтын дертке шалдықты. Ал республика конституциямен басқарылады. Конституцияның бірінші шарты барлық адам баласы тең және бұқара халық биліктің көзі. Елдің қолдауы мен құрметіне бөленген кез келген ақылды пенде патшаның тағына отырып, ел билей алады деген жаңа низам пайда болды. Бұл низам бұқараға майдай жаққанмен шексіз биліктің дәмін алып, халықты армансыз қанаған монархтар мен ел билеуші шонжарларға ұнаған жоқ. Халық пен автократ басшылар арасында билік үшін талас қазір де қайнап жатыр. Физика ғасыры. Енді есік қағып 18 ғасыр келді. Бұл дәуірде адамзат табиғат күштерімен жекпе-жек шықты. Бұл енді физиканың міндеті еді. Алыс сапарға аттанған сауда кемелерінің амандығы физика ғылымына тікелей тәуелді болды. Желдің бағыты, судың ағысы, жұлдыздың жүрісі сияқты құбылмалы табиғат пен ауа райын дәл болжау тағдырға айналды. Жаратылыстың жұмбағын шешпесіне болмады. Себебі кемедегі матростардың тіршілігі қыл үстінде тұрды. Қай ел физикаға жүйрік болса, соның кемесі ұзақ жүзді. Кім ұзақ жүзсе, сол мол табыс тапты. Сондықтан да буржуйлар физиканы зерттейтін ғалымдардан ақшаны аяған жоқ. Ғалымдар да ақшаны өтеді. Өтеуінің шыңы отты қару ойлап табу болды. Енді кімнің қаруы күшті, соның қалауы заң болды. Осыған орай 18 ғасыр физика ғасыры деп аталды. Әлемдік тәртіп тағы да өзгерді. Тарихта ұлы географиялық жаңалықтар деген атпен қалған бұл кезең негізінде державалардың жер шарындағы жаңа құрлықтар үшін қиян-кескі таласы болатын. Англия, Франция, Испания сияқты ең ірілері жер шарының жартысынан жуығын отарлап алды десе де болады. Қазақ елі де сол кезеңде Ресей империясының отарына айналған еді. Биология ғасыры. Жаңа 19 ғасыр жаңа сұрақтармен бірге жаңа ғылым ала келді. Бұған дейін адамды Құдай жаратты. Адамның міндеті Құдайға құлшылық ету деген қарапайым философия бұқара халықты қанағаттандырып келген. Шіркеудің ықпалы мен гегемониясынан ығыр болған оқымыстылар қауымы адамның шығу тегі жайында тың ізденістер бастап кетті. Осындай ізденістердің соңы Дарвиннің эволюция теориясымен аяқталды. Осылайша 19 ғасыр биология ғасыры деп аталды. Жаңа туған биология ғылымы барлық түрлердің бір мақамда қатып қалмай, үнемі эволюция процесінде дамып отыратынын дәлелдеді. Сол-ақ екен, биологияны сан салаға бөліп, кез келген түрді қолдан ұрықтандырып, селекция жасап, асыл тұқым өндіріп шығару деген өнерге ауысты. Осыдан келіп, адамның да озып тұрған асыл түрі болу керек деген қате теорияға ұрынды. Ол теория биліктегі басшылардың саяси құралына айналғанда, ари тұқымы ғана бәрінен артық, одан өзгесінің өмір сүруге ақысы жоқ деген зұлымдыққа ұласты. Гитлер оны жүзеге асырды. Евгеника деген атаумен бұл да тарихта қалды. Биология қарқынды дамуын әлі де тоқтатқан жоқ. Керек болса бір клеткадан кез келген түрдің екінші копиясын клондап бере алады. Адамзат үшін оның да қатерлі тұстары жетерлік. Атом ғасыры. 20 ғасырда ғалымдар атомды бөлшектеуді меңгерді.
Бұл өнер адамзаттың қолына бұрын соңды қиялына да кешпеген алапат қуаттың көзін тауып берді. Бірақ содан бір ғасыр алдын діни институттарда талқыланып, Құдай ұғымын жойып, Құдай өлді деген ұранды қуана-қуана шырқаған батыс жұрты имансызданып біткен еді. Сондықтан 20 ғасыр дегеннен-ақ Бірінші дүниежүзілік соғыспен басталып, орта шені Екінші дүниежүзілік соғысты Хиросимаға атом бомбасын тастаумен аяқталды. Осылайша атом қаруы бұл ғасырдың бас ауруына айналды. Халықаралық саясатта есесін жібергісі келмеген ірі мемлекеттің бәрі ұлттық қордағы қаржысының қомақты бөлігін атом қаруын жасап алуға жұмсады. Осының кесірінен әлемде эфемерлі көңіл-күй орнады. Яғни ел жұрт мәңгілік мұратты көздеп, соның жолында күресуге ықылассыз болды. Қит етсе не істейсің оны жасап? Ертең атом бомбасын тастап жіберсе бәрі жайына қалады. Одан да осы күннің қызығы мен рахатын сарқылғанша көсіп алайық деген таяз түсінікке маталды. Мұны ғалымдар атом ғасыры деп атады. Атом ғасырынан өлерде қорқатындай жөні бар еді. Соғыс болмаған күннің өзінде кездейсоқ жарылатын атом қуаты бүкіл планетаның тағдырына кері әсер ететін. 1986 жылғы Чернобыльдегі атом электр станциясының жарылуы адамзат тарихындағы ең ірі апаттардың бірі саналады. Ғалымдардың айтысынша оның зардабы қияметке дейін тарамайды. Халықаралық ұйымдар жабылып, жарылған станцияның бетін бетонмен қаптап тастады. Сол кезеңде СССР құрамында қалған Қазақстан жұрты да атом үрейін өте жақсы біледі. Бүкіл мемлекеттік мекемелер мен оқу орындарда атом бомбасы жайылғанда пайдаланатын жертөлелер міндетті түрде соғылатын. Орта мектептің өзінде алғашқы әскери дайындық сабағында бомбаның радиациясынан қалай қорғану керектігі жөнінде арнайы дәрістер ұдайы өтілетін. Тарихта қырғиқабақ соғыс деген атпен қалған қару жасау жарысы ақш пен СССРдің экономикалық қуатын кәдімгідей әлсіретті. Триллиондаған доллар мен рубльдер түкке қажет жоқ атом бомбалары мен атом сүңгуір қайықтарын жасауға жұмсалды. 20 ғасырдың адамына бәле болып жабысқан атом проблемасының зардабынан қатты қасірет шеккен жұрттың бірі қазақ халқы. 1949 жылы Семей полигонында алғашқы атом қаруы ашық далада жарылды. Кейін келе қарулар жер астында жарылса да бұл оңбаған сынақ 1989 жылы Семей Невада қозғалысы нәтижесінде бір жола жабылып тынды. Бірақ топырақ пен ауаға тараған радиацияның зиянды қалдығы бүгінге дейін жергілікті жұртты әуреге салып келе жатыр. Соплар арасында рационалды ақылға байланысты мынадай қызықты тәмсіл бар. Ұлық Алла әуелде ақылды жаратқанда екі көзін соқыр қылыпты. Қос жанары көрмейтін ақыл сипаланып, тыпыршып, тықыршып бір орында тұра алмапты. Мазасы қашып, сен кімсің деп сұрай беріпті. Сонда иесі, сені жаратушы Раббыңмын, екі көзің көр болғанымен мені іздеуден шаршамайтын иманды құлымның сенімді серігі сен боласың. Мені анық көрмесең де, көңілің тыныш таппай өлгенше мені іздеумен боласың деген екен. Мені неге соқыр қылдың дейді. Мен білуші Құдаймын, оның да хикметі бар. Екі көзің көр болғанымен сені жетекке алатын ар мен иман бар. Осы екеуінің етегінен ұстасаң, көзіңнің кемдігінен жапа шекпейсің. Сенің бойыңда жойқын күш бар. Ар мен иманның жетегінде жүрмесең, дүниені бүлдіресің депті. Дәл осы тәмсілді академиялық ғылымға да қолдануға болады. Ғылымды дін мен мәдениет жетекке алмаса, одан да қауіп бар. Жүгенсіз ғылым өмірдің мәні тұрмақ, неше түрлі қару жасап тіршілікті түбімен жойып жіберуге қабілетті. Оның мысалын жоғарыда айттық. Әу баста дін мен мәдениетті надандықтан тазалап отыруға міндеттелген ғылымның аяғы атом бомбасын жасаумен аяқталды. Мағынасыз ғасыр. 1991 жылы СССР тараған соң Қазақстан Республикасы атом қаруынан құтылуға асықты. 1994 жылы ақш пен сәтті жүргізілген келіссөздер нәтижесінде қазақ билігі атом қаруын жасайтын материалдың бәрін ақшқа беріп, ақысына тыныштық кепілдігін алып, сыртқы саясатта ұтымды қадам жасады. Бұдан кейін ақш тарапы атом қаруларын қысқарту жөнінде бірнеше реформаны бастан кешті.
Бір қарағанда адамзат ұрпағы ең қауіпті бәледен құтылып, қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған ең мамыражай кезеңге келіп кіргендей болды. 2000 жылдың 1 қаңтарын Қазақстан халқы да әлем жұрты сияқты зор оптимизммен қарсы алды. Советтік цензура мен Кремльдің қатаң бақылауынан құтылған бұрынғы одақтас республикалар қалауынша бақытты қоғам құрамыз деп үміттенді. 2003 жылдан былай қарай әлемдік нарықта мұнайдың бағасы өсіп, Қазақстанның айы оңынан туды. Ел ішінде ақша көбейді. Бұрын соңды совет адамының түсіне кірмеген таңғажайып мүмкіндіктер жастарға нәсіп болды. Болашақ грантын ұтып алған кез келген жас талант қалаған еліне барып, ұнатқан мамандығын оқып келетін мүмкіндікке ие болды. Бірақ 21 ғасыр өзімен бірге түсініксіз бір проблеманы ала келді. Ол мағынасыз өмір деп аталады. Бұл дәуірдің адамдары ширек ғасырды артқа тастағанда аса маңызды бір нәрсенің мүлт кеткенін сезе бастады. Бұлай қарасаңыз, өмір бақи армандаған бүкіл нығметі уысына түсті. Енді соның қызығын армансыз көрейін десе, өмір сүруге деген бір мысқалда мотивация қалмаған. Арайлап атқан әрбір таңның қызарып батуы ол үшін ауыр азапқа айналды. Шамамен 70-80 жылға созылатын ғұмырды шабытты мақамда сүріп шығып, өлім сәтін салтанатты нотада аяқтау бұлай тұрсын, бір күннің өзін шаттықпен сүріп шығу үлкен проблемаға айналды. Шынайы шаттықтың көздері бір жола бітеліп қалғандай дерсің. Еш жерден табиғи қуаныш таппаған модерн адамдар бақыт пен рахатты қолдан тудыратын биохимиялық препараттарға жабысып алды. Бұдан да түңілгендері өзіне қол салып, тіршілік сахнасын өз еркімен босатып кетіп жатыр. Және мұндай қорқынышты тенденция әлем жұртына үстемдік етіп тұр. Осыған орай ғалымдар 21 ғасырға мағынасыз ғасыр деп ат берді. Үміттің күйреуі. Мағынасыз ғасырдың қатыгез соққысы әсіресе қазақ қоғамына ауыр соқты. Себебі бұл ғасырдың мұндай соққысына қай тараптан болсын дайын емес еді. 1995 жылдан бастап билік жүйесі авторитарлы режимге құрылды. Барлық адами құқықтарына кепілдік берген конституциясы бүкіл халықтың емес, бір ғана билеуші мен оның әлеуеттік мүддесін қорғайтын қасиетті қағазға айналды. Мұндай режим әділдік ұғымын әлсіретіп, жойқын жемқорлыққа жол ашты. Әділетсіз қоғам мен әділетсіз сот жүйесі қиянат көрген адамның өмірден түңілуін тездетеді. Әсіресе жастар өз дарыны мен табиғи талантына сенуден қалды. Білім мен өнер сайысының қай саласына барса да әділ қазылар алқасын таппады. Мектептегі қарапайым мақтау қағазынан бастап мемлекеттік сыйлықтарға дейін тамыр таныстықпен сатыла бастады. Әдетте адамның өміріне мәнді артып, тіршілікке құмар қылатын негізгі құндылық әділдік феномені. Осы құбылысты Виктор Франкль Аушвиц концлагерінде болған кезде мынадай детальмен әдемі түсіндірген. Қара жұмыстан қалжыраған аш жалаңаш тұтқындар күніге кешке тамаққа ұзын сонар кезекке тұратын. Өмірден түңіліп, өзіне қол салуға дайын тұрған кілең міскіндер еді. Бірақ олар соның өзінде өмірге құштар қылатын бір оқиғамен күніге кездесетін. Ол Ф есімді аспаз болатын. Ол сылдыр сорпаны тұтқындардың тостағына ожаумен қотарып жатқанда, көз таныс жерлестері мен жақын туыстарының алдына келіп тостағын тосатын. Әрине олар, бауырым сорпаның сәл қоюын құйсаң нетті, 2 түйір картошка артық салсаң нетті дегенді көзімен ұқтыратын. Бірақ Ф ондай қадамға бармайтын. Алдында туған бауыры келсе де сорпаны қозғап бәріне теңдей етіп құйып беруге тырысатын. Оның осы титтей ғана адамшылық әрекеті аяғынан зорға тұрған тұтқындардың тұла бойына өмірге деген құлшынысты құятын. Әсіресе Назарбаев дәуіріндегі мектеп қабырғасынан басталып, үкіметтің тендерлеріне дейін жең ұшынан жалғасып жататын сыбайлас жемқорлық кез келген қазақтың өмірден түңілуіне түрткі болды. ұбт кезіндегі тесттердің сатылуы, жұмысқа таныс арқылы тұру, қызметте парамен өсу, сотты сатып алып, ұнамаған адамын отырғызу, бизнестерді тартып алу, саяси қудалау,
әділетсіз сайлау сияқты көріністер қазақтардың келешекке көз тіккен оптимистік қасиетін күл-талқан қылды. Осының себебінен соңғы 20 жылда қазақ қоғамында болашағына сенбейтін, бір күндік қызыққа жұтылған, ертеңін ойлаудан қорқатын, өзінің кім екенін таппайтын, діннен жүз қайырған, өз мәдениетін қорсынған, өз баласын орыс мектебіне беруге көндіккен, мағынасыз несиеге белшеден батқан, саяси өзгерістен үмітсіз, үйленбей жатып ажырасатын, құмар ойынның түр-түріне ойланбай қойып кететін, қит етсе өз өмірін қия салуға дайын тұратын қуыс кеуде типтер қамыстай қаулады. Бұл дерттің біздің қоғамда жойқын сипатта белең алуының соңғы 30 жылдағы объективті себептерін тарқатамыз. Әуелі ғылым академиясынан бастаймыз. Себебі қоғамда келеңсіз құбылыстар белең алып, адамдардың ақылы ауытқып, психикасы шатаса бастағанда дабыл қағып, аурудың алдын алуға бірінші болып аттанатын рухани армия ғылым ордасы.